Сәлеметсіздер ма? Бүгін есеп циклі және бухгалтерлік балансқа қатысты есеп шығарамыз. Яғни есеп циклі дегеніміз бір айдың ішіндегі шаруашылық операциялар жүзеге асырылады және солардың әсерінен бастапқы айдың басындағы баланс өзгерістерге ұшырайды. Сол баланстың өзгерістерін біз ай соңындағы баланста көрсетеміз және келесі айдың басына жаңадан баланс құрамыз. Яғни есебімізді бастайық. Алғашқыда бізде бірінші қыркүйек күніне бастапқы баланс берілген, яғни қыркүйек айдың басындағы бастапқы балансымыз келесі. Активтер кассада 60 мың, ағымды счетта 2 миллион, яғни бұл жерде барлық сандар 1000 теңгемен көрсетілген, яғни 3 соңғы сан қысқартылған, сондықтан 10-10 касса 60 мың, 10-30 ағымдағы есеп шоты 2 миллион, 12-10 сатып алушылардың дебиторлық берешегі миллион теңге және қоймадағы тауарлар 1 миллион 600 мың. Жалпы активтер сомасы 4 миллион 660 мың теңге. Сонымен қатар пассивтер, яғни қаражат көздері немесе кәсіпорынның қарыздары келесі. Жеткізушілер мен жабдықтаушылардың алдындағы қарыздар 1 миллион 800 мың, еңбекақы бойынша кәсіпорынның қарызы 560 мың, жалға алынған мүліктер бойынша кәсіпорынның қарыздары 3360 шотында көрсетіледі және 1 миллион 700 мыңды құрайды. Және кәсіпорын құрылтайшыларының, яғни меншік иелерінің салымдары мен пайлары 600 мың теңге. Және де пассивтер қорытындысы 4 миллион 660 мың теңге. Яғни баланс тепе-теңдігі сақталған. Пассивтер бұл қаржы көзі, активтер осы қаржы көзі негізінде, яғни осы қаражат көздері активтерге салынғанын білдіреді. Активтер бұл табыс алып келетін кәсіпорынның игіліктері, яғни ресурстары. Енді бір ай бойы біз қарастырып отқан айымыз қыркүйек айы, себебі баланс бірінші қыркүйекте берілген. Қыркүйек ай аралығында келесі шаруашылық операциялар жүзеге асқан. Және бұл шаруашылық операцияларды біз бухгалтерлік корреспонденция негізінде көрсетеміз, яғни дебет және кредит негізінде счеттарды көрсетеміз. Яғни дебеттегі счет және кредиттегі счетты анықтаймыз. Екі жақты жазу дегеніміз кез келген операция бір счеттің дебетінде және екінші счеттің кредитінде бір сомаға бір уақытта өзгереді екенін білдіреді. Сонымен бірінші операция жеткізушілерден тауар сатып алынды. Бұл жерде жеткізушілерден тауар келіп түсті дегеніміз мағынаны дұрыс білдіреді. Яғни сатып алынғанда дұрыс, бірақ сатып алған кезде төлемді екінші операция арқылы жүргіземіз. Жеткізушілерден тауар келіп түсті, тауар көбейеді. Қазақ тілінде кетіп қалыпты. Тауар көбейеді және жеткізушілердің қарыздары да көбейеді. Дебет 13-30, кредит 33-10. Келесі, кассаға есеп айырысу шотынан ақшалай қаражат келіп түсті. Яғни касса дебет бойынша көбейеді, есеп айырысу шоты кредит бойынша азаяды. Келесі, қызметкерлерге кассадан жалақы төленді. Бұл жерде касса азаяды және қызметкерлердің алдында қарыздары да азаяды. 33-50 шоты кредит дебетке жазылады, 10-10 шот кредитке жазылады. Келесі, есеп айырысу шотынан жеткізушілерге тауар үшін берешек аударылды. Бұл жерде жеткізушілерге аударылғаны маңызды, ал тауар үшін ба, қызмет үшін ба, жұмыс үшін ба, бұл маңызды емес. Себебі жеткізушіге қарыз тек қана жеткізуші бізге нақты бір жұмыс атқарғанда, қызмет жасағанда, немесе тауар жеткізгенде пайда болады. Бұл жерде дебет бойынша жеткізушінің қарызы азайып тұр және есеп айырысу шотындағы ақша да азайып тұр. Сомасы 1 миллион 300 мың теңге деп көрсетілген.
бір уақытта барлық өзгерістер бір уақытта жүреді екі счет негізінде. Келесі, сатып алушылардан кассаға қолма-қол ақшалай түсім келді. Сатып алушылардан кассаға келсе, кассадағы ақша көбейеді және сатып алушылардың дебиторлық берешектері, яғни кәсіпорын алдындағы берешектері азаяды. Келесі, есеп айырысу шотына кассалық қолма-қол ақша тапсырылды. Яғни есеп айырысу шотындағы қаражат көбейеді, касса кредит бойынша азаяды. Онда 30 дебет, онда 10 кредит. Және соңғы жалға алу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектің бір бөлігі есеп айырысу шотынан өтелді. Бұл жерде бір бөлігі деген бізге ондай қатты маңызды емес, яғни кредиторлық берешек, жал бойынша кредиторлық берешек бұл кәсіпорынның қарызы, сондықтан үшінші бөлімде 33-60 шотында көрсетіледі. Бұл қарыз дебет бойынша азаяды, себебі аударылды және ағымда шоттағы қаражатта азайды. Яғни барлық операциялар дебет кредит бойынша көрсетілген және де бұл нені білдіреді? Бір мезгілде, бір уақытта 13-те 30-да 300 мыңға азайғанын және 33-те 10-да 300 мыңға азайғанын білдіреді. Немесе бір уақытта 500 мыңға кассада ақша көбейді және ағымды шотта да ақша азайғанын білдіреді. Яғни екі жақты жазу бір уақытта екі шотқа қатысты өзгеріс бір сомаға көрсетіледі. Енді бұл өзгерістер пайда болғандықтан бастапқы баланс өзгереді. Яғни бастапқы баланстағы сомалар, қалдықтар немесе сальдо деп атаймыз, өзгеріске ұшырайды. Өзгеріске ұшырайды дегеніміз соңғы қалдықтары өзгереді. Себебі бір айдың ішінде болған операциялар жабылған кезде, жабылу дегеніміз айналымдарды көрсетіп, соңғы қалдықтарды есептеу керек. Яғни алғашқыда біз баланстағы 10-да 10 шотын қарастырамыз. Бұл шот бойынша бастапқы қалдықты көрсетеміз, яғни және де айналымдарды көрсетіп, соңғы қалдығын анықтаймыз. 10-да 10 шот бойынша бастапқы қалдық дебет бойынша көрсетіледі, себебі бұл активті шот. Енді 10-да 10 шот бойыншағы айналымдарды қарастырайық. Айналым дегеніміз бұл бір айдың ішінде болған шаруашылық операциялар айналым деп аталады. Дебет бойынша көрсетілген шоттардың дебеттік айналым деп аталады, кредит бойынша көрсетілген шоттар бойынша өзгерістер кредиттік айналым деп аталады. Және де кез келген айналым бұл жерде бір сома екі рет айналады, бір рет дебетте, екінші рет кредитте. Енді қарастырайық, 10-да 10 шоты бойынша қандай дебеттік айналым болғанын. Бұл айналымдар мен басқа түспен бояп отырайын. Мысалы, көк жасыл түспен 10-да 10 шоты, 10-да 10 шоты, екі айналым, екі дебеттік айналым және бір кредиттік айналым болғанын көріп, екі кредиттік айналым болғанын көріп тұрмыз. Яғни бір дебеттік 500 деген және 800 деген дебеттік айналымдар болған. 500 және 800. 500-800 тексерейік. 500-800 дұрыс. Кредиттік айналымдар 560 және 750. 560 және 750. Сонымен бізде айналым дебеттік немесе оборот дебеттік 1300. 500-ді қосамыз 800-ге. Қосамыз 800-ге 1300 дебеттік айналым. Кредиттік айналым тең 560-ды қосамыз 750-ге. Кредиттік айналым 1350. Дебеттік айналым мен кредиттік айналымды көрсеттік. Енді соңғы қалдықты есептейік. Соңғы қалдық тең 60 қосу дебеттік айналым, алу кредиттік айналым. Касса бойынша соңғы қалдық, яғни айдың соңына қалдығымыз 50 мың теңге болып шықты. Келесі шот, шоттағы өзгерісті қарастыруымыз керек, яғни 10-да 30 ағымды шот. Бұл шот бойынша
бастапқы қалдығымыз 2 миллион теңге. Келесі қандай өзгерістер болғанын қарастырайық. Онда 30 шоты дебет бойынша бір рет қарастырылған, көк түспен бояйық. Және кредит бойынша 1-2 айналым болған. Яғни, онда 30 шоты бойынша бір дебеттік айналым 750 мың теңгеге, 750 мың теңге. Және 2 кредиттік айналым 1.300 мың және 600. 1.300 және 600. Енді дебеттік және кредиттік айналымдарды қорытындылайық. Дебеттік айналым 750, кредиттік айналым тең 1.300 қосу 600. Бұл жерде мен миллион деп айтып отырмын, бірақ жалпылама соңғы үш сан қысқартылған. Соңғы қалдығымыз тең бастапқы қалдық 2 миллион, қосамыз айналым дебеттік, аламыз айналым кредиттік. Себебі активті шот бойынша бастапқы қалдық дебетке жазылады. Активтердің айналымдағы көбейгендер, активтердің айналымдағы көбеюі дебет жағына жазылады, айналымдағы азаюы кредит жағына жазылады. Және соңғы қалдық қалай есептеледі? Бастапқы қалдық плюс айналым дебеттік минус айналым кредиттік. Ағымды шотта 30-шы қыркүйек күні, яғни қыркүйектің соңғы күні 850 мың теңге қалды. Келесі өзгеріс 12-10 шоты бойынша қарастырамыз. 12-10 шот бойынша бастапқы қалдық, яғни бастапқы баланста миллион теңгені көрсетіп тұр. Бастапқы қалдық сальдо начальное деп орыс тілден көрсетілген, сальдо бастапқы миллион теңге. Енді 12-10 шоты бізде айналымда дебет бойынша жоқ. Яғни 12-10 бойынша дебеттік айналым жоқ. Яғни мұны қарап тұрсыздар, 12-10 деген шот кездеспейді. 12-10 кредит бойынша бір рет көрсетілген. Оны біз басқа бір түспен бояйық. 12-10 шоты 800 мың. 800 мыңды кредитке жазайық. Сонымен 12-10 шоты бойынша дебеттік айналым 0, кредиттік айналым 800. Соңғы қалдығы дебетке жазылады, себебі 12-10 сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі, активті шот, бастап қалдығы 1000, яғни миллион, плюс айналым дебеттік бізде 0, яғни 0-ді қосып аламыз 800 мыңды. Соңғы қалдығы 200 мың. 200 мың, 3-0-ді қосып айтып отырмын, 200 мың деп. Келесі соңғы активті шотымыз қарастыруға тиісті, яғни бұл бастапқы баланста тауарлар 13-30, 1.600.000 деп көрсетілген. Бастапқы қалдығы 1.600.000 дебетке жазылады, себебі бұл активті шот. Енді айналымдарды қарастырайық. Дебет бойынша 13-30 шоты міне бір шот болды. Басқа шоттар қарастырылмаған. Кредиттік айналым бұл 13-30 шот бойынша жоқ. Яғни тек қана дебет бойынша 300 деген санды көрсетеміз. 300 деген санды көрсеттік. Және дебеттік айналым 300-ге тең, кредиттік айналым 0-ге тең. Соңғы қалдығы келесіге тең. 1.600.000 қосу 300. 1.900.000 қоймадағы тауарлар айдың басында 1-ші қыркүйекке 1.600.000 теңгеге болған, және айдың аралығында, айдың ішінде, яғни 300 мыңға келіп түскен, және соңғы қалдығы 1.900.000-ға дейін көбейген. Яғни осымен біз барлық активтерді баланс бойынша қарастырдық. Айналымда жаңадан активтер пайда болмаған, яғни біз бір ғана активті мен ұмытып кетіппін, кешірерсіздер, мұны анықтаппын. Онда 30 шотында тағы бір шот бар екен.
яғни 10-30 счетында 500 деген айналым бар, 1300 деген айналым бар және 600 деген айналым бар екен. Ондай болады, сондықтан ең бастысы қатені анықтап, қатені өзгерткен дұрыс. Тең, яғни 10-30 счеты бойынша бізде 3 айналым бар екен, яғни кредиттік айналым 2.400.000-ді құрайды, дебеттік айналым 750.000-ды құрайды, соңғы қалдығымыз 350.000. Яғни ағымды счетта бастапқы қалдық, яғни бірінші қыркүйек күні 2 миллион болған, келіп түскені 750.000, төленгені 2.400.000, қалғаны 350.000. Келесі счеттар, яғни барлық актив счеттар бізде боялды, боялмай сары болып қалған тек қана пассивті счеттар. 33-50, 33-10 және 33-60. Осы счеттарды қарастыруға тиіспіз. 33-10 счеты бойынша бастапқы қалдық 1.800.000, яғни баланста бізде бастап қалдық мына бірінші қыркүйек күнгі қалдықтар бойынша жеткізушілердің алдында қарыздарымыз 1.800.000-ді құрайды дегенді білдіреді. Енді айналымды қарастырамыз. Айналым бойынша бізде міне дебеттік айналым бар екен, бір дебеттік айналым болды, басқа дебеттік айналым жоқ, және бір кредиттік айналым. Дебеттік айналымның сомасы 1.300.000, жазамыз 1.300.000-ды, және кредиттік айналымның сомасы 300.000. Енді бұл жерде 300.000 дегенімді өздерің шатасып кетпеңіздер, себебі мен мыңсыз жазып жатырмын, бірақ жалпы бұл 300.000 екені белгілі, себебі 3 нөлді біз қысқартып жазып жатырмыз, ал мына жерде 1.300.000. Сонымен 33-10 бұл пассивті счет, кәсіпорынның қарызын білдіреді. Бұл қарыз жеткізушілердің алдындағы қарыз, айдың басында бұл қарыз 1.800.000-ді құраған, және айдың аралығында, яғни айдың ішінде келесі айналым төленгені дебет бойынша, яғни пассив счет бойынша дебетте азаю көрсетіледі, кредитте көбеюі. Бір айдың ішінде қыркүйектің аралығында жеткізушілердің қарыздары өтелген 1.300.000-ге, және қосымша жеткізушілерден тауар, қызмет, жұмыс алынған 300.000-ға. Сонымен соңғы қалдықта кредитте көрсетіледі. Формула жазу үшін 1.800.000 қосамыз кредиттік айналымды 300.000-ды, және аламыз дебеттік айналымды 1.300.000. Сонымен жеткізушілерге қарызымыз айдың соңында 800.000 теңгені құрайды. Келесі шот біз қарастыратын бұл 33-50 жұмысшылардың алдындағы қарыздар. Жұмысшылардың алдындағы қарыздар айдың басында 560.000 теңгені құрайды. Міне 560.000 теңге жұмысшылардың алдындағы қарыздар. Енді қарастырамыз айналым, яғни бір айдың ішінде болған өзгерістер. Дебет бойынша, яғни бір айдың ішінде болған өзгерістер немесе айналым, бұл шаруашылық операциялар. Осы бір айдың ішінде болған өзгерістер айналымдар, яғни операциялар. 33-50 дегеніміз дебет бойынша бізде бір рет көрсетілген, яғни бұл өзгерісті бір түспен бояй салайық. Міне бір осы түс 560.000 дебет бойынша көрсетілген. Дебет бойынша 560.000-ды жазып кетейін. Және кредит бойынша болды ма, болған жоқ па қарастырайық. Кредит бойынша ешқандай басқа 33-50 деген счет көрінбейді, яғни кредит бойынша барлық счеттар боялған, яғни айналымдарды біз барлығын қарастырдық деген сөз. Енді 33-50 счеты бойынша кәсіпорынның бастапқы қалдығы, яғни еңбекақы бойынша қарыздары 560.000-ды құраған бірінші қыркүйек күні. Қыркүйек аралығында 560.000 теңге өтелген, себебі дебетте тұр. Пассивті счет дебет бойынша азаяды, кредит бойынша көбейеді. Және дебеттік айналым 560.000-ды құрайды. Кредиттік айналым 0, яғни ешқандай еңбекақы бойынша қосымша есептеулер, яғни еңбекақыны көбейтпеген, қосымша есептемеген. Енді соңғы қалдығы неге тең?
еңбекақы бойынша қарыздар бастапқыда 560 болған, қосылғаны 0, алынғаны 560. Дебеттік айналымды шегереміз. Сонда соңғы қалдығымыз 0-ге тең болады. Соңғы қалдығымыз тең 0. Соңғы қалдығымыз 0-ге тең. Себебі бастапқысы 560 болды, дебет бойынша минус 560, соңғы қалдық 0-ге тең. Яғни кәсіпорынның еңбекақы бойынша қарыздары толығымен жойылған, 0-ге тең болды. Келесі тағы екі шот, 33-60 шоты, кәсіпорынның жалға алу бойынша қарыздары. Жалға алу бойынша қарыз дегеніміз, кәсіпорын басқа бір кәсіпорыннан мүлікті жалға алып, қарызы пайда болды, және бірінші 42 күніне бастапқы баланс бойынша бұл қарыз 1 700 000 теңгені құрайды. 1 700 000 теңгені бастапқы қарыз деп көрсеттік кредит бойынша, себебі бұл пассивті шот. Пассивті шот батар бойынша қарыздар бастапқы қарызы кредит бойынша көрсетіледі, себебі бастапқы қарыз қалдықтар қарыздар бойынша кредит бойынша көрсетіледі. Пассив кредит бойынша ғана көбейеді. Енді бұл шот қалай өзгергенін айналымда қарастырамыз, яғни бір айдың ішінде болған өзгерістер. Шаруашылық операциялар 42 айы аралығында. 33-50 деген бірақ қана шот қалыпты боялмаған, осы ғана өзгеріс. Қалған басқа өзгеріс болмаған. Бұл өзгерісті де басқа бір бөтен түспен бояйық. 360 дебет бойынша 600 000-ды көрсетеміз. Кредит бойынша бұл шот мүлдем өзгеріске түспеген. 600 000 деп дебет бойынша көрсетемін, және де айналым дебеттік 600 000, айналым кредиттік 0 деп көрсетемін. Соңғы қалдығы кредит бойынша көрсетіледі, себебі бұл кәсіпорынның қалдықтары тек дебет бойынша көбейеді. 1 700 000-ға қосамын дебеттік айналым, кредиттік айналымды, бұл қарыз, және аламын, қосамын кредиттік айналымды, аламын дебеттік айналымды. Себебі тепе-теңдік, бұл жерде формулам жұмыс істемей қалды, тоқтай тұрыңыздар. Тең 1 700 000 плюс 0 минус 600 000 тең 1 100 000 теңге. Яғни кәсіпорынның қарыздары 33-60 шоты бойынша, жал бойынша қарыздары айдың басында 1 700 000-ды құраған. Айдың аралығында бір ай 42-дің ішінде бізде айналым 600 000-ды құрайды, яғни 42 аралығында 600 000 теңге төленді дегенді білдіреді, себебі дебетте пассив азаяды. Дебетте пассив азаяды, кредитте пассив көбейеді. Қарыздар көбеймеген, қарыздар өтелген. Және де соңғы қарызымыз бастапқы қарыз плюс қарыз көбеймегені 0, және қарыз өтелгені 600 000, соңғы қарызымыз келесі айға деген қарызымыз, яғни айдың соңындағы қарыз, келесі айға көшетін қарыз 1 100 000 теңгені құрайды. Және соңғы шот 50-30 шоты бастапқы құрылтайшылар, яғни меншік иелерінің салымдары. Біз жаңа ғана қарастырғанбыз, айналымға түспеген, яғни айналымда 50-30 деген шот жоқ, ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Сондықтан біз айналымдарды бұл шот бойынша 0 деп көрсетеміз де, яғни соңғы қалдығымыз сол күйінде қалды 600 000 болып. Сонымен біз барлық қалдықтарды қарастырып кеттік. 10-10 бойынша қалдық 50 000, 10-30 бойынша қалық 350 000, 12-10 бойынша 200 000, тауарлар бойынша 1 900 000, 13-30. Жеткізушілерге қарызымыз 800 000, 33-10 шот бойынша, 33-60 бойынша 1 100 000, 33-50 0, және құрылтайшылардың салымдары мен пайлары, салымдары
меншік иелерінің салымдары 600 мың. Енді бұл өзгерістерді біз айналым сальдолық ведомости немесе оборотно сальдовая ведомости көрсетуімізге тиіс. Бастапқы қалдықтары бұл бастапқы баланс бойынша құрылады. Яғни сальдо дегеніміз қалдық, ай басындағы қалдық бұл бухгалтерлік баланс, яғни бастапқы баланстағы қалдықтар. Мен жай ғана бастапқы баланс актив бойынша сомаларын көшіріп, бастапқы баланстың қалдықтарына былай вставить деп қоямын. Және дәл солай пассивті де көшіремін. Көшіріп, мына жерге вставить деп көшірдім. Енді баланс тепе-теңдігін шығару керек. Итог тең, яғни тең болғанда бұл жерде пассивтер мен активтер айдың басына тең болуға тиіс. Яғни бастапқы қалдық тепе-тең. Бастапқы қалдық сальдо бастапқы дебет және кредит бойынша тең. Және бастапқы қалдық бастапқы балансқа тең. Себебі айналым сальдолы ведомостегі бастапқы қалдық бухгалтерлік баланстағы бастапқы қалдықты білдіреді. Бухгалтерлік, яғни бірінші қыркүйек күні құрылған бухгалтерлік баланстағы бастапқы қалдықтар айналым сальдолық баланстағы бастапқы қалдықтарға тең. Енді айналымдар. Айналым бұл бір ай аралығындағы болған өзгерістер. Бұл өзгерістерді біз жаңа ғана барлығын қарастырдық, және сол өзгерістерді жазып кетейік. Екі парақшаны қарастырып отырамын, сіздер өздеріңіздің есептеріңізді тексеріп отырыңыздар. Яғни 10-10 шот бойынша келесі бізде айналым дебеттік 1300, кредиттік айналым бізде 1310. Так, 1310. 1310. Және барлықтарын жазып кетейік, содан кейін тепе-теңді қарастырамыз. Так, 10-30 шот бойынша дебеттік айналым 750, кредиттік айналым 2400. 750, 2400. Келесі шот бізде 12-10, дебеттік айналым 0, кредиттік айналым 800. 0 және 800. Келесі активті шот 13-30, айналым дебеттік 300, кредиттік 0. 300 және 0. Енді пассивтерді те жазып кетейік. Асықпайық, бірақ тездетейік деген сияқты. 33-10 бойынша шот дебеттік айналым 1300, кредиттік айналым 300. 1300 және 300. Так, келесі шотымыз 33-10, айналымдарды дебеттік 560, кредиттік 0. Дебеттік 560, кредиттік 0. Келесі шот бізде 33-60, дебеттік 600, кредиттік 0. 600 және 0. Және соңғы шот бізде 30-50, айналымдары 0-0. Яғни ол 0-0 болса жазбасақ та болады, бірақ 0-0 деп жаза салайық, көрнекті болу үшін. Тепе-теңдігін формуланы былай жалғастырамын. Тепе-теңдік шықты, яғни айналымдар дұрыс деген сөз. Себебі бір айдың ішіндегі айналымдар дебет және кредит бойынша тепе-тең болып шығу тиіс. Енді соңғы қалдықтарды есептеу үшін актив және пассив бойынша біз бірінші параққа қарастырмаймыз. Формуланы білсек, бұны өзіміз-ақ есептей аламыз. Яғни актив бойынша соңғы қалдық тең бастапқы дебет бойынша қалдық. Қосамыз дебеттік айналым, аламыз кредиттік айналымды. Тең 50. Так, тең 50. Және бұл формуланы мен барлық активтерге былай жылжытамын. Мұны соңғы қалдықтары
көрінді. Енді біз пассив бойынша қалай қалдықты есептейміз? Бастапқы қалдық плюс кредиттік айналым минус дебиттік айналым тең. Яғни формуланы жылжытамын, шықты, және астындағы формуланы да жылжытамын. Сонымен бізде соңғы қалдықтарымыз дебет кредит бойынша тепе-тең болып шықты, 2.500.000, және бұл соңғы қалдық ай соңындағы 30-шы 42 күнгі бухгалтерлік баланс жасалуға тиіс. Қазір мен мына жерді тазартып, жаңадан сандарды қояйын. Яғни айналым сальдолық ведомость бойынша барлық өзгерістер көрініп тұр. Бұл айдың басындағы қалдықтар, бұл бастапқы сальдо, айналым 42 аралығында болған өзгерістер. Бұл өзгерістер міне шаруашылық операциялар негізінде жүргізілген айналым, және де соңғы қалдық дегеніміз ай соңындағы бухгалтерлік балансты құрастырамыз. Ай соңындағы бухгалтерлік балансты құрастыру үшін мына қалдықтарды көшіріп, және мына жерге жай ғана көшіре саламыз. Пассив бойынша да қалдықтарды көшіреміз. Көшіріп, бұлай жазамыз. Сонымен бухгалтерлік баланс 30-шы 42 күні бізде 2.500.000-ға тең. Кассада 50.000 қалды, ағымды счетта 150.000 теңге. Сатып алушыларға қарыз, сатып алушылардың кәсіпорынның алдындағы қарыздары, яғни біздің алдындағы бухгалтер, біз кәсіпорын жағынан қарастамыз, яғни сатып алушылардың кәсіпорынға деген қарыздары 200.000-ды құрайды, қоймадағы тауарлар 1.900.000. Және де кәсіпорынның қарыздары, жеткізушілерге деген қарыздары 800.000, еңбекақы бойынша қарыз жойылды, 0, жалпы төлемдері бойынша кәсіпорынның қарыздары 1.100.000, және меншіккерлердің салымдары 600.000 өзгеріске ұшыраған жоқ. Сонымен бұл баланс 30-шы 42-тің балансы, немесе келесі айдың, немесе 1-ші қазанға деген 1-ші қазанның келесі айдың балансы болып есептеледі. Себебі бухгалтерлік баланста бір айдан бір айға қалдықтар көшіп отырады, және айдың соңындағы баланс келесі айдың басындағы баланс дегенді білдіреді. Сонымен барлық есептерді тексеруге мүмкіндік бар. Сіздерге осы кестені де тіркеп қоямын, бір тексеріп алсаңыздар болады. Бүгінге сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.